Кедейліктің қорлығын-ай, әйелім бір байдың көңілдесіне айналыпты. Бәріне сендер үшін бардым, басқа жол қалмады. Не істеймін, өлтірсең де өзің біл, деп әйелім аяғымды құшақ ұлады. Оны құшақтап отырып, өзімнің де өкіріп жібергенімді білмей қалдым. Менен бұрын балаларыма нәпақа табам деп, осындай жолға барған әйелімді кешіргім де келеді. Бірақ мені өлтіріп барады. Болған жайды қас қалпында баяндайын. Ауылда жұмыс болмай, қалаға қаңғып келген бейшара отбасылардың бірі едік. 2 баламызды әке-шешеміздің қолына тастап кеткенбіз. Қалада бізді қай жайлы жұмыс күтіп тұр дейсіз? Мен бір мекемеге күзетші болып, әйелім бір байдың баласына күтуші болып жұмысқа тұрдық. Күзетшінің жұмысы белгілі ғой, айлығы да шамалы ғана. Бірақ жоқтан бар. Әйелімнің жұмысы тәуір. Таудың етегінде дәу үй бар бір байдың баласына қарайды. Ол да мен секілді тәуліктеп жұмыс жасайды. Аптасына 3 күн кезекпен барады. Түнде баланы қарап, сонда қонып қалады. Осылайша жүріп жаттық. 2 баланың анасы болса да жарым көрікті әрі мүсінді еді. Жасы 25-тен енді ғана асқан. Бәлкім бай отбасына әйелімнің көркі, ауылда бала бағып өскені, пысықты қонап қалса керек, бірден бала бағушы қылып алған еді. Содан қойшы, уақыт өтіп жатты. Мен үйде болған кезде ол жұмыста, ол үйде болған кезде мен жұмыстамын дегендей. Бір-бірімізді кейде апталап көрмей қалатын кездерде болды. Тек әйтеуір күніне 1 рет телефонмен сөйлесіп қоямыз болды. Алғашында пәтер жалдауға ақшамыз болмаған соң, осы қалада тұратын сыныптасымның үйінде тұра тұрайық деп шешкен едік. Олар да қарсы болмады. Қазақтың қонақжайлығы ғой, жұмыстан келгенде тамағын даярлап қояды. Рахмет онысына. Бірден жұмыстан келіп тамақ ішіп, сыныптасыммен теледидар көруге отырғаным сол еді. Әйелі келіп қолыма бір дәрілерді ұстата салды. Бұл не дедім түсінбей. Әйеліңнің заказы ғой, алып қоя салшы деп еді. Өздерің қаңғып жұмыс істеп жүргенде бала көтерудің не керегі бар? Дұрыс, өстіп, сақтанып жүріңдер, деп қояды досымның әйелі. Мен аң-таңмын, әлі де түсінбей, не қылған дәрі деймін. Бала болдырмайтын дәрі ғой, төсек қатынасын алдында ішетін. Өткенде алып бергенім бітіп қалыпты. Тағы алып қойшы деген, соған алғаным ғой. Келіншегіңе берерсін деп залдан шығып кетті. Не айтарымды білмей қалдым. Әйелімнің маған айтпағаны. Мұнысы несі? Біз соңғы 1 айда дұрыстап төсектесте болмап едік. Дәріні не үшін ішіп жүр? Әлде өзгемен жүр ме екен? Көңіліме күдік кірді. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Ертеңінде демалатын күнім еді. Таңертең әйелім де кезектен келу керек еді. Сол кезде жағдайды анықтамақ болдым. Бірақ күдік кірген көңілге қиын ғой. Ойыма неше түрлі нәрселер келіп кетеді. Өзімді әрең тежеумен болдым. Таңертең кезегін өткізіп келетін әйелім түс ауа әрең келді. Телефонмен хабарласып едім, баласы ауырып жатыр, дәрігер күтіп отырмын, үйін жинап жатырмын деп бір құлаш сылтау айтқан. Осының өзі көңіліме сезік әкелді. Таңертеңгісін досым да әйелі де жұмысқа кеткен. Балалары сабақта. Үйде жалғызбын. Әйелім шешініп болмай, мынауың не деп кешегі дәрілерді көрсеттім. Ол шошып қалды. Не қылған дәрі деп тіпті таңданыс білдірді. Кімді алдап тұрсың? Неғып бұл дәріні білмей қалдың? Өзің заказ беріпсің ғой. Айт шыныңды. Мұны не үшін ішіп жүрсің? Біреумен жатып жүргенің белгілі болды ғой, деп тап бердім. Ақыры не керек? Әйелім бәрін мойындады. Сөйтсем, баласын бағып жүрген үйдің отағасы қырыңдап, әйелімді төсек қатынасына мәжбүрлеген көрінеді. Үнемі мол ақша береді екен, киім кешек алып берген. Бала бағудан қолы босаған кезде әлгі ер адам мен әйелім қонақ үйлерде кездесіп жүріпті. Бір сөзбен айтқанда, әйелім әлгі байдың көңілдесіне айналыпты. Бала көтеріп қалмас үшін амалсызменен жасырып осы дәрілерді ішіп жүріпті. Егер сенің қолыңнан іс келетін жақсы еркек болғанда, балаларымды бағып үйде отыратын едім ғой. Балаларымның нәпақасы үшін соған бардым. Енді не істеймін? Өлтірсең өзің біл. Жерде екі бүктеліп жылап жатқан әйелімді не жұбатарымды, не тепкілеп ұрарымды білмедім. Өкіріп жылап диванға отыра кеттім.
әттең қолдың қысқалығы. Тұрмысымыз дұрыс болғанда мұндай жағдайға тап болар ма едік? Қайтейік, байғұстың тастаған таяғы сорлыға типті деген осы. Ертеңінде мен де ол да жұмыстан шығып ауылға қайттық. Болған жағдайды досым айтқан жоқпын. Өз-өзімді масқаралап қайтемін. Бірақ ақша тауып, балаларымызды асыраймыз деп келген әйелімнің осындай күнәға барарын кешірермін бе, білмеймін.